бала тәрбиесіндегі әкенің басты парызын атап өтсеңіз, ер балаға қатысты, қыз баласына қатысты әкенің парызы. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның хадисімен жауап берейін. Пайғамбарымыз айтқан: "Мин хаққил валади алал валиди талата". Баланың әкесінде үш ақысы болады. Үшеу. Ашия ай юхассин асмаху. Балаға жақсы ат қою. Ида улида ва юаллимухул китаба ида ақала. Баланың ақыл есі кіргенде, өзін тоқтап түсінгенде тәлім тәрбие беру, жақсы жол көрсету. Үшіншісі ида адарака, қыз болса ұзату, ұл болса үйлендіру. Бұл әкенің міндеті, ананың міндеті емес. Енді қараңыздар. Бізде көп уақытта мына жаңағы жоғарыда сізбен айтып өткен барлық күнәлардың, дерлік қателіктердің көпшілігі әке мен баланың ортасында диалогтың жоқтығынан. Әке ертеңнен онда түсінуге болады, байғұс кешке дейін жұмыс істеп келеді да, бір кешке келіп жатқан кезде бала шуылдаса айғайлайды, әйелге айғайлайды. Одан кейін әйелдерімізде қазір кішкене сабырлы емес, кірген күйде нан жоқ, тұз жоқ деп оқтауды қолына ұрып тұрады. Еркектің ашуы келіп, соның ортада бұзылатын себебі сол. Сондықтан құрметті әкелер, құрметті аталар, балаларда көп сөйлесуді жөнге қою керек. Әкелер балалармен сөйлеспегендігінен күнәлар көп болады. Әкенің баланың әкеден мейірімсіз болуы да осыдан болады. Сіз әкесі болып қызыңызбен сөйлеспесең, ертең сенің қызың күйеуімен сөйлеспейтін болады. Ол қыз баланың арманы жер бетінде бірақ еркекке ұқсату. Ол оның әкесі. Сондықтан әкесіндей болса екен деп армандайды. Әкесіне қарайды, мынандай еркекті өзіне жар болғанын қалайды. Ал енді сол әке сөйлеспесе, әкесі біз айтпаймыз, дүние таппайтын еркегі жоқ, құрарын айт дейді. Табады. Әке өліп қалса да балалар өмір сүре береді. Біз ойлаймыз, өліп қалсам бәрін қаңып кетесіңдер, оңбағандар деп әке сөйлей береді. Өмір сүреді, ештеңе жоқ. Жаназада жүрміз, өліп қалған әкесінің балаларды өмір сүріп жатыр. Ел өлтірмейді, Құдай өлтірмейді. Сондықтан оның нәсібін Құдай шашады. Бірақ әкегеден бірақ нәрсе керек, тәлім тәрбие, сөз, сұхбат керек. Сол әйелдермен де сұхбат жоқ, жасыратыны жоқ. Өзі шай ішіп алады, тамақ ішіп алады да, мүмкін еркек өзі сыртта топырақтан жаратылғаннан кейін болар, стенаға қарап ұйықтайды бүкіл еркек. Әйелі мына жағында қарайды, күйеуінің желкесіне қарайды, күйеуі стенаға қарап ұйықтайды. Әкенің көңілі балада, баланың көңілі далада деген осы шығар мүмкін. Сондықтан ер адам кішкене қарап, мейлі жұбайымен, мейлі баласымен, өзі кез келген әкеден сұрап көріңізші, балаңызбен қашан сөйлестің, балаңның арманын тыңдап па десең, тыңдамаған. Екіншісі, балаға бір әуелі жақсы ат қою. Ат қойғанда әкесі тұрып алмау керек. Мен білем, мен өзім жоқ, ақылдасып қой. Бұл жерде әке қояды дегені, әкесі сұрап, ақылдасып, әйелімен, жұптарымен, нағашысымен, өзінің ата жұртымен ақылдасып, ойласып, кітаптарға қарап, ғалымдардан сұрап, бірінші жақсы ат қой дейді. Одан кейін тәлім тәрбие деген осы сұхбат, балаңызға сөз. Бала өзі тауып алады, қазір интернет қолынан түспейтін не барын, шариғатты дінді өзі үйреніп жатыр. Бірақ сол сұхбат, диалог жоқ әке мен баланың ортасында. Енді одан кейін әке шамасы келсе үйлендіру. Бағана сіздің сөзіңізді өтті, біз өткізіп алдым, мен ол сөзді соған қайтып айналып келейін. Мына ерте үйлендіру дұрыс емес нәрсе. Ерте кезде ол ерте заманда болған балаларды 13-тен жаңағы дайындап, пимамен бұрылса үйлендірген шығар, бірақ қазір ондай жас емес. Мен өзіңіз көріп, мен көріп, 20 жастағы бала қолына телефонмен, фрифайрмен бір ойындар ойнап жүрген балаға қалай әйел алады ол? Мүмкін оның физиологиялық жағдай жететін шығар, бірақ ол әкелік рөл жасай алмайды балаға. Әкелік бір әйелмен мәміле жасай алмайды. Сондықтан ерте балаларды үйлендіріп, және қыз балалардың тым ерте тұрмысқа шығу жақсы нәрсе емес. Енді қыздардың өзінің алтын уақыты бар, сол алтын уақытта шығу керек, кешігіп те қалмау керек. Ал енді бала сол 30-ның ар жақ бер жағына барып үйленсе жақсырақ болады. Өйткені ақыл тоқтайды. Егер бала кішкене бір ақыл тоқтатқан болса, мүмкін 20 үстіне шығып та үйленсе болатын шығар. Ол үшін ата-аналар күшті болу керек деп ойлаймын. Балаларды былай демеп, қарап, қателіктеріне былай бағыт-бағдар беру керек, оны бір-біріне айдап салмастан. Сонда дұрыс болатын шығар. Әкенің басты міндеттері осы сұхбат, балаға тәлім тәрбие беру, осы нәрсе. Мен айтқам, бір әкеге айтып едім, бір жерде бір жиында, ой, қажеке, сізді айта бересіз, біз отырып онымен сөйлесек дүниені кім табады, мен ақша беріп жатырмын ғой, шешесі тәрбиелесін деді. Соны айттым, банкомат Каспий банкта не береді? Ақша береді, сен банкомат емессің ғой дедім. Банкомат не, сен не, сонда екеуің бірсің ба дедім, сол кезде ғана тоқтап қалды. Сіз өліп қалсаңыз да өмір сүреді балаңыз дедім. Біреуден кейін, біреуден ілгері өмір жалғаса береді. Сондықтан одан кейін ең жаманы біздің әкелер жаңаға бір қасиетіміз орыс айта береміз да.
мен баққан, мен сені киіндірген, мен штан алып берген, мен кроссовка берген, мен бүйткен. Осы нәрсе білмеймін, міндетіміз ғой. Әйелге де міндет қыламыз, балаларға да міндет қыламыз. Балалар уже естігісі келмейді да соны. Сондықтан әкені одан кейін бізде де баяғыдан бір кішкене сәл қорқыныш бар. Мүмкін ол қорқыныш емес шығар. Папаң айтам десе, анау бір фашист Гитлерді көргендей болады. Құрысын көргісі келмей әкесін көрсе қашатын болады. Бұл жақсы нәрсе емес. Әке балаға рахымды, мейірімді болу керек. Бәтен, анау тұрған не? Күннің көзі. Күннің көзі ма? Кім жаратты оны? Алла. Алла жаратты ма? Мынау қарды кім жаратты? Алла. Алла жаратты ма? Машалла. Бізді кім жаратты? Bir Алла жаратты. Сен әкеңе көмектесіп жатсың ба?